Қазір информациялар заманы. Әр адамның қолында интернет, әлеуметтік желілер бар. Контенттің түр-түрі, бәрі қол созым жерде. Интернет кеңістігі шексіз. Не қаласаң, соның бәрі бар. Бірақ соның бәрі бізге бірдей пайда әкеле ме? Біз көрген әр бейне баян, естіген әр сөз, оқыған әр пост өзінің құндылығын береді. Ал бүгін сіздің естіген, көрген, оқыған ақпараттарыңыз қандай болды? Ол сізге не сыйлады? Өзіңізді бір сәт тыңдап көріңізші. Ішіңіз не сезінеді? Бір үрей ме, ашу ма? Әлде бір нәрседен қалып қойғандай өкініш пе? Мүмкін мәнсіз роликтерді айналдырып, өз назарыңызды сыртқа шашып алдыңыз ба? Байқап көріңіз. Мен интернетке кірер алдында әрдайым өзімнен сұраймын. Қазір мен мұны не үшін ашқалы отырмын? Өйткені ашып қалсаң болды тоқтаусыз ағылған ақпараттар легі. Бірі қызық, бірі қорқынышты, бірі аянышты болса, ал кейбірі мүлде мәнсіз. Сондықтан интернет әлемін ашпас бұрын алдымен мақсатымды анықтап аламын. Қазір қай білімге кезек келді? Ағылшын тілін үйрену ме? Сурет салу шеберлігін арттыру ма? Жаңа өнер игеру ме? Әлде әлеуметтік желіде арна ашып, адамдарға құндылық сыйлауды үйрену ме? Мүмкін бүгін жүрекке тыныштық сыйлайтын бейнеролик түсіретін сәт шығар. Интернет теңізінде жүзіп жүріп, ең бастысы өзіңді жоғалтып алма. Егер айтылған ой сіздің жаныңызға жақын болса, арнаға жазылып, осы бейнероликке лайк басып қойыңыз. Мүмкін дәл осы видео біреуге шабыт берер, біреудің ойына сәуле түсірер. Сондықтан достарыңызбен бөлісіңіз. Сіздің кішкентай ғана әрекетіңіз біреудің өмірін өзгертуі мүмкін. Ал мен сізге жаңа ой, жаңа шабыт сыйлайтын келесі бейнеде кездесемін. Ал енді екі жұп картинаның екіншісіне де кезек келді. Қиялымдағы әлемді абстракция стилінде сала беремін. Әлемге тағы да екі жұп қияли, әдемі картиналар туылып жатыр. Сәлден соң, әлем, мен туылдым, деп жарқырап шықпақшы. Қиял баға атты екі жұп картина дүниеге келді. Шай қайнады.
Үйдің ремонтын істеп жүріп, қатты шаршаған кезде осылай шай ішкенді жақсы көремін. Осылай шай ішіп демаламын. Шайды керемет жақсы көремін. Шай менің нәзік әлсіздігім. Ой, алмамен шай ішемін, жақсы көремін. Алмамен шай ішкенді. Ой, рахатнай. Картиналардың бәрін салып қойдым. Енді шай ішіп демаламын. Жақсы көремін. Қандай рахат. Ой, күзді күні ыстық шай рахат. Далада күз. Күзге әдемі табиғат. Мен шай ішіп, алмамен рахаттанып отырмын. Өмір қандай ғажап. Өмір неткен керемет. Өмір неткен әдемі. Өмір неткен тамаша. Өмір неткен рахат. Осындай бұрынғы советский киноларды қосып қойып, қарап отырып шай ішкен сондай ұнайды да. Бұл екі жүк картинама қиял бағы деп атау бердім.